Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен жеміс салатын жасау жолдарымен бөліскім келіп отыр. Ағзаны дәруменге толтыратын салаттардың бірі ең пайдалы осы салат. Міне керекті жемістер: алма 3 штук, грек жаңғағы 100 грамм, банан 3 штук, изюм 50 грамм, қойылтылған сары су үлкен 3 қасық, сосын қаймақ дейміз ғой, йогурт 300 грамм. Алманы турадық 4 бұрышлап, бананын да солай тураймыз 4 бұрышлап. Мен негізі күні бұрын турап әзірлеп қойдым. Сіздерге көрсетуге тек 1 штуктан бәрін алып қалдым. Міне 4 бұрышлап тураймыз. 2 жерге салдым бөліп. Алмамызды, содан кейін грек жаңғағын. Келесі бананын 2 тәрелкеге бөліп 2 жерге қоюға. Біз демалыс күндері осындай жақсы тәтті тамақтар пісіріп әзірлеп, ал бұлай күндері енді жұмыста боламыз, қол тимей қалады деген сияқты. Бәріңізге де демалыстарыңыз сәтті, жақсы өткей. Міне енді қаймақпен, йогуртпен жаңағы қойылтылған сары суымызды араластырып әзірлеп қоямыз. Келесі ежемімізді салып жатырық. Сары ежем 50 грамм болды. Үйде қалған бар ежем сол. Соны салдым 2-ге бөліп тоже. Міне енді осы йогуртымызды құйып жатырмыз ең бетіне. Сосын кивимен әдемілейміз. Менде үйдегі бар жеміс-жидектер осы болды. Тағы да болса қосымша жеміс-жидектерді қосуға болады. Міне қыздар, өте күшті. Даже қонақ шақырсаңыздар, осы салатты жасауға болады. Сол қонақтарыңызға ұнайды. Тойымды салат. Өзім жасап, өзім көрдім. Осы салатты жиі жасай бергім келеді. Ұнаған соншалықты. Сіздер де осы рецептіға қарап жасаңыздар. Видеоның астына рецептін жазып қоямын. Және достарыңызбен бөлісіңіздер. Комментарий жазыңыздар. Түсінбесеңіздер сұраңыздар. Керемет, міне әп-әдемі тойымды салаттардың бірі. Әрі айттым ғой, витамині көп. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңыздар.